от этого мне становится легче. Шыңғыс, простите. Қазақтың мәдениетін сақтап жатқанын көріп, мен қатты бір андай сезімге берілдім ше, өйткені Түнге қарай мәселен мен өте прям жақсы ұйықтаймын. Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін жаңа рубрика Girls Talk деп аталады. Жалпы менің бұл рубриканы шығарудағы мақсатым, мен Астана қаласына көшіп келген кезде мүлдем ортам болған жоқ, өзімді жалғыз сезіндім. Және осындай бір орта болса екен, хотя бы диджитал орта болса да, қыздардың әңгімесі айтылатын дамушы орта болса екен деген ниет болды. Және осы ниетпен өзімнің YouTube каналымда Girls Talk деген рубрика бастап жатырмын. Бұл рубрикаға мен дамып жүрген, әртүрлі салада жетістікке жетіп жүрген қыздарды шақыратын боламын. Және біздің бүгін алғашқы рубрикамыздың алғашқы қонағы менің құрбым Олжан. Сәлем баршаңызға. Аида мен біз негізінде өте ұзақ таныспыз. Мектептен бастап, уже 10 жылдың көлемінде болып қалыпты. Аида, рахмет үлкен шақырғаныңа. Бірінші қонақ ретінде Олжанды көрдім. Өйткені қазір көктем келе жатыр. И көктемде қыздардың барлығында сондай бір сезім болады ғой. Біз андай glow up жасағымыз келеді, жарқырап жүргіміз келеді, иә. Там арықтайтындар арықтағысы келеді, бетін түзегісі келеді, шашын түзегісі келеді деген секілді. В общем, көктем ол біздің жарқырайтын кезең. Не үшін Олжанды шақырдым? Өйткені Олжан 24-те 7, 365-те 12 ай бойы жарқырап жүреді. Оған всегда көктем сияқты. И маған үнемі Олжанның сол бір андай женский энергиясы, оның glow up болу, бір құпиялары өте қызық болатын. Сол үшін бірінші сені шақырып отырмыз. И бірінші сұрағымыз ол әрине қалай жылдың мезгіліне қарамай, өмірде болып жатқан ситуацияларға қарамай, просто айтады ғой, бір әйелдік бейнеңді сақтап қалуға, орысша айтқанда женственный болып қала беруге болады. Осы туралы сөйлесек. Былай айтатын болсақ, негізінде менің есім Олжан ғой, бірақ та негізінде ол былай көріну керек. Именно Олжан деген кезінде бір мужская энергия көбірек деген сияқты. Негізінде мен оны былай иньян сияқты 50-де 50 ұстауға тырысамын. Себебі қараңыздар, біздің қазіргі қоғамның өзінде женская энергия деген нәрсені былайша айтқанда бізге өте қатты реклама жасайды. Қарасаң, көп подкасттардың өзінде де как нужно быть женственной деген сияқты нәрселерді үйретеді. Бірақ мен ойлаймын, негізінде әр әйел, әр қыз ол өзінің табиғаты сондай ғой. Жалпы табиғаты сондай, ол өзі сондай, сондықтан да оған тіпті оны прокачивать етудің де негізі жалпы қажеті жоқ. Алайда женственность деген ұғым маған вообще бір басқа жағынан ашылды да. Негізі женственность деген ұғым ол оказывается адамның, қыздың өзінің сезім екен. Өз-өзімен, сезіммен бірге байланыста болуы. Мәселен, Аидада да, жалпы менің қоршаған ортамда да сол нәрсені байқадым. Яғни женственный қыздарда олар өздерінің бір байланысы бар, ішкі сезімдерімен бірге. Ол бірінші нәрсе. Және екінші нәрсе, олар жаңағыдай осознанность, өзін-өзі бақылау, ойлау деген сияқты дүниелерге қарай өте қатты жақын болады екен. Мәселен, психологияның өзіне қарай жақын болуы, менің ойымша, ол женственностьті көбейтеді. Ал мужественностьте отырғанымыз, ол жерде енді жігіттерді білесіздер ғой, өзіңіздің де сондай шығар, более такой, ол андай сезімге қарамайды да. Қойш, көп жылай бермеш, көп эмоцияға қарай берілмеш деп айтады. Ал жігіттеріміздің барлығы олар сезімдерінен қарағанда сәл алшақтатылған. Алайда негізі жігіттерге де женственность керек, жалпы. Эмоция шығара алу керек, да? Эмоция шығара алу керек, өзінің сезімдерімен байланысты болу керек. Ал сондықтан да екеуін 50-де 50 мүмкін ұстауға тырысатын шығармын. Және мужественностьті дамытуға кәдімгідей тырысамын, прям воля, спорт деген сияқтылармен. Окей, супер. Именно, мысалы, мен өз басым дәл қазір жұмыс жасап жүргендіктен, барлық там ана болып, әйел болып, маркетолог болып, барлық жұмысымды бірге совмещать етіп жүргендіктен, мне кажется, во мне сейчас вот этой вот мужественности дейді ғой, сол көбірек сияқты да. Өйткені маған көп жерде нақты шешім қабылдау керек, көп жерде там цифрлармен жұмыс жасау керек деген секілді. Дәл қазір мен сондай бір андай босаңсыған күйге қарай ұмтылып жүрмін, расслабленный адам болуға, иә. Әртүрлі жаттығулар көмектеседі, кейде медитация көмектеседі, кейде просто ән тыңдап, айнаға қарап, билеп көмектеседі деген секілді. Вот саған дәл осы бір женственностьті дамытуға не көмектесті? В целом, оны дамыту керек па? Иә. Так, наверное, ол не шығар? Медленность шығар, наслаждение от момента. То есть мен таңертең тұрамда обязательно бір кофемді жарты сағат 40 минутта ішуім керек. Это медленно должно быть. Я думаю об этом. Я прям жаңағыдай сол моменттен прям ләззат аламын да. И бірінші, наверное, сол нәрсе это вот медленность, суматоха деген нәрсенің болмауы жалпы. Бірақ Аида мына жерде бір қызық нәрсе болып тұр да.
мәселен сен женственностьті көресің ғой менен, ал бір қыздар менен мужественностьті көреді. О, прикольно. То есть алдын подругамен сөйлесіп жатырмыз видеозвонокпен, и она говорит, типа, ну, Ұлжан, ты же у нас такая сильная, жаңағыдай бүкіл істі бір нәрсені қабылдаған кезде сразу шешім қабылдайсың дейді да. И менде мындай сұрақ пайда болды. Мүмкін адам өзінің ішіндегі нәрсені көретін шығар, өзі іздеп жүрген нәрсені көретін шығар. Прикольно. Это может быть даже объективный мен болмауым да мүмкін, да, в принципе. Но в целом я заметила то, что адам өзінің ішіндегі нәрсені өзінің сен жайлы образын көретін сияқты. Ал сен өзің қалай негізі дамытудасың және де оны дамыту керек деп ойлайсың ба? Негізі 2022 жылы қателеспесем, мен сол жылды өзімнің прайм жылым деп атаймын. Неге? Өйткені сол кезде, мен өмір бойы алысып келе жатқан нәрсем, это лишний вес, мен өмір арықтап жүремін, әйтеуір. И мен сол кезде у меня прям хорошо получилось похудеть. Потом андай болды ғой, бір такая легкость была менде, мен спортқа оңай барып жүрдім, мен дамып жүрдім, ақша тауып жүрдім. Барлық жағынан менде баланс болды. И сондай бір асықпайтын өмір вайбына кірдім. Бұл кез маған өте қатты ұнайтын. Одан кейін мен Астана қаласына көштім, басқа қалаға көшудің өзі стресс болды маған, жаңа өмір бастадым, тұрмысқа шықтым, одан кейін бала тудым деген секілді. Осы ситуациялардың барлығы мені қайтадан сондай бір асыққан, тез қозғалатын өмірге кіргізіп жіберді. Бірақ қазір барлығы қайтадан өз орнына келе жатыр ақырындап. И мен қазір 100% сол асықпайтын Аиданың өмір стиліне кірдім деп айта алмаймын, бірақ ақырындап келе жатырмын, соған жұмыс жасап жатырмын. И жұмыс жасау барысында мен қазір психологпен қайтадан терапияға кірдім, өткенде саған айтқан болатын. Уже мен 2 сеанс өттім психологпен, маған өте қатты көмектесіп жатыр. Өте қатты көмектесіп жатыр. И мен ойлаймын, кім именно қыздарда, кім өзінің өмірін реттегісі келеді, бір нормальный өмір сүргісі келеді, тревожкасы өмір сүргісі келеді, обязательно психологтың сеансына бару керек секілді. Мен 2 сеанс өттім, 2 сеанстың өзінде мен уже тревожность именно менде қайдан пайда болатынын түсіндім. И екіншіден менде қазір кішкене перееданиемен проблема, өйткені мен шаршаймын, и мен эмоционально соның барлығын заедать етіп тастайды екенмін да. Вот сол тамақпен қарым-қатынасымды түзеп жатырмын. Өте қатты көмектесуде, прям 100% нәтиже болып кетті деп айтпаймын. Бірақ психология ол 2 сезонмен шешілетін нәрсе емес. Мен түсінемін, что терапия ұзақ. Мысалы, сол 2021-22-де мен 1 жыл терапияда болдым. И маған жаңағы глоуап жасауыма, праймеріма кіруге сол өте қатты көмектесті. И қазір де бұйырса ниетім сол психологпен ұзақ мерзімді жұмыс жасағым келеді, чтобы басымдағы тарақандардың барлығын дұрыстап болатындай. И маған психологымның айтқан сөзі қатты көмектесіп жатыр. Қазір орысша айтайын, жоқ, қазақша айтайын. Енді ағылшынша айтайын деген прикол бар ғой. Қазақша айтайын. Қазақша айтайын, айтады да, сен айналаңдағы адамдарды өзгерте алмайсың, никак, не старайся дейді да. Ал мен оказывается өзгертуге тырысады екен. Мен күйеуімді өзгерткім келеді, ата-анамды, сестрамды, подругаларымды деген секілді. Мен барлығын өзгерткім келеді, бірақ маған психологым айтты да, сен оларды өзгерте алмайсың, сен өзіңді ғана өзгерте аласың, и оларға дейін қарым-қатынасыңды ғана өзгерте аласың деді. И шынымен мен осы шындықты қабылдағаннан кейін, мен адамды өзгерте алмайтынымды түсінгеннен кейін, мен өзіммен ғана жұмыс жасап бастадым да. И өзіммен жұмыс жасаған кезде маған қазір жолдасым Шыңғысты айтады да, вот реально көрінеді, что ты начала работу над собой дейді. Өйткені мен бұрындары триггериться ететін көп нәрсеге қазір не триггерюсь. Бұрында прям деп нервым ұстайтын нәрселерге қазір спокойно қараймын, типа, нет, я проработанная, мен мынаны білемін деген секілді. И бұл менің өмір сапамды өте күшті арттырды да, және сол бәріміз бір аңсап жүрген бір әйелдік болмысқа, женственностьқа жақындатуда. Осылай ойлаймын. Психолог өте қатты көмектесіп жатыр. Айта аласың ба негізінде, или запрос өзіңде қалсын ба? Психологқа не тұр айталам. Психологқа мен қандай запроспен бардым, менде қазір тревожность өте көп. Мен бұрыннан негізі тревожный адам едім, бірақ босанғалы, балам дүниеге келгелі менің тревожностьім бір 10 есе өсіп кеткен сияқты. Из-за чего, то есть? Мне кажется, это мамский инстинкт какой-то, понимаешь, типа андай. Балам не істеп жатыр, мен мысалы балам примерно 4 айлығынан бастап няням бар, и няняма қалдырып кеткен күн өзінде де мен камерадан қайта-қайта қарап отырамын да, ол няняма сенбегендіктен емес, ол жай ғана балам не істеп жатыр, оған бір нәрсе болып қалмады ма деген сондай бір сезімнен. Бірақ бұның да ненормальный екенін түсіндім, өйткені ол балам менімен бірге мәңгілік болмайды, ол шындық. И мен уже ақырындап бір сепарацияның кезеңдерін бастау керек сияқты, өйткені бізде бірінші сепарация болды, когда ол дүниеге келді. Міне екінші сепарация ақырындап келе жатырмыз, скоро ол омыраудан шығады, сүттен шығады. Ол да уже біздің келесі сепарациямыз болады. И өмірде осылай сепарироваться еткім келеді, чтобы кейін ыбырайда балам үлкен жасқа келген кезде, онымен қиын болмайтындай, ол өзінің жеке отбасын құрған кезде, чтобы мен одан толығымен сепарированный ана болатындай, оның да жеке өмір құрып кетуіне көмектесе алғым келеді. Вот осы болып жатыр. Сол менің негізгі барған психологқа запросым тревожка болады. Сол тревожкамен жұмыс жасап жатырмын, чтобы я деп не нервничала, чтобы спокойно относилась к жизни. Классно. Неден
ағылшын тілінде responsibility деген сөз бар ғой. Это responsibility'ді біз бөлген кезде, қазақ тіліне аударған кезде, бізде ответственность, яғни жауапкершілік, яғни орыс тіліне аударсақ ответственность. Бірақ бізге бұл нәрсе андай болып ощущается же, сезіледі қандай болып. Груз, ответственный, мәселен, солай сезінеміз. Ал негізінде оның былай прямой аудармасын айтатын болсақ, responsibility, то есть response это отвечать, ability это способность отвечать. То есть адам өзінің реакциясын, мәселен, способность отвечайтын мағынасы, сен я деп те жауап бере аласың, бір кездері қолыңнан келмесе жоқ деп те жауап бере аласың, оның өзі сонда жауапкершілік болып есептеледі да. Сондықтан да негізінде дұрыс айтасың, адамның ең прям күшті бір ресурсы ол не ғой, жауап бере алуы, реакцияңды дұрыстай алуы. Потому что сен даже да, қыздардың өздері бір жігіттермен жүріп бастайды ғой, жүріп бастағанда әлі ана жігіт оған ешкім емес. Менде де ондай нәрселер болатын бұрын, ешкім емес. Бірақ соны ойлап, соған энергияңды құртып, реакцияң сондай да получается. То есть сен оған даже назар аударуға да тұрмайтын адам пока что. Сондықтан да біз өзіміздің негізі реакциямызды, өзіміздің вниманиямызды басқара алмағаннан да болатын сияқты көп нәрсе. Мы там слишком на что-то обращаем внимание, и одан кейін сол назардың барлығы соны аударғаннан кейін андай болады ғой, прям өзіңде бір энергия қалмай қалғанда бір сезім болады ғой, бір нәрсені көп уайымдағанда деген сияқты сондай нәрсе болатын сияқты. Классно. Вот недавно мен сестренкам бар, студент, қазір бірінші курс, 18-де ғой, енді ғана мектепті енді бітіріп бірінші курс оқып жатыр. Сөйлесіп жатырмын да мен, созвонились, и мен айтамын да, вот қазір не істеп жатырсың, немен айналысып жатырсың деген секілді, жігітің бар ма деген сұрақ қоямын да. И ол маған айтады, ну, типа сөйлесіп жүрген бір бала бар дейді да. Сосын мен айтамын, блин, классно, что сен қазір сөйлесіп жүрген балаң бар, бірақ, пожалуйста, бүкіл өміріңді соған арнап тастамашы деймін да, өйткені вот 18 жас в целом студенттік кез, ну қазір біз 25-26-дамыз, и мен андай ғой, look back жасайтын болсам, мен айтар едім, қыздар, вообще энергияларыңды құртпаңдар жігітке. Типа, не то, что от этого не стоит, деп громко айтқым келмейді, бірақ осы бір алтын уақытты сен өзіңе арнасаң, өзіңнің энергияңа арнасаң, өзіңнің дамуыңа арнасаң, маған өте маңыздысы өзіңнің ақша таба алу абилитиіңе арнасаң, тіл білуіңе арнасаң, мемлекет аралауға, шетел көруге арнасаң, бұл саған әлде қайда көбірек қайтып келетін инвестиция болады, нежели чем сен біреудің артынан деп жүргеннен қарағанда. И не факт, что ол адаммен у тебя все получится. Или тұрмысқа шықпауың да мүмкін, мәселен, бір адаммен реально ұзақ уақытында арнайсың да, сосын ол жаңағы еще саған айтады ғой, киме, бүйтпе дейтіндер де бар ғой. Вообще, red flag қыздар. Red flag не чувствовали, что ли? И сол кезде, мәселен, саған сөйтіп адам запрет қойып жүреді, еще одан кейін, егер де сен тұрмысқа шықпайтын болсаң, если сен ойыңды өзгертетін болсаң, сонда сен ойлайсың да, мен кімді тыңдағам, және де мен кіммен жүргенмін деген сияқты. Сондықтан да ол сіздің әлі күйеуіңіз емес. Реально, айдан айтып жатқан дұрыс. Даже, сори, перебью, даже күйеулерім болса, шығыс простите. Даже күйеулерім болса да, бұл өте маңызды деп ойлаймын, өзіңнің ішкі даусыңды басып тастамауға. Өйткені, мысалы, қазір менің күйеуім бар, и ол маған бір нәрселерге, мен сұраймын, өте көп нәрсені сұраймын, өте көп нәрсені ақылдасамын, өте көп тыңдаймын ол кісіні, бірақ егер ол менің ішкі сезіміммен сәйкес келмей жатса, мен оған түсіндіремін, андай жоқ деп ұрысып шықпаймын, мен оған түсіндіремін да, вот, блин, мен наны осылай істегім келіп тұр, мен де сондай сезім келіп тұр, мен бұны жасауым керек бәрібір. Даже ол қарсы болса да, можно мен мынандай жағын жасап көремін деген секілді. То есть бәрібір бір адамды тыңдаймын деп өзіңнің ішкі даусыңды бүйтіп басып тастамау керек екен ше. Өйткені ішкі даусыңды басып тастасаң, камон, басқа адамның айтқанымен просто өмір сүріп жүре бересің все. Одан басқа ештеңе өзгермейді. Мәселен, сен айтып жатсың ғой, жаңағыдай интуициямды тыңдаймын деген сияқты. Оның негізі, оның барлығы это же женственность на самом деле, да. Потому что мужественность деген нәрсе, яғни женственность деген нәрсе, это быть в контакте со своими чувствами. Сонда сен өзіңнің сезімдермен бірге контакт орната алғансың. Оның өзі это уровень какой-то женственности, я думаю. То есть менде бір андай женственность это что деген сияқты нәрселерде емес, мен өзім примерно былай байқап адамдардан қарап өзім ішкі сезімдермен мен сондай өзім нелерге қарай келем да, былайша айтқанда пайымдарға дейді ғой. Мен мәселен солай ойлаймын, жаңағыдай адамның өзінің ішкі сезімдермен бірге байланыста болуы, оның өзі это супер женственность на самом деле. Вот мен үшін кажется, женственность это про какую-то энергетику. Типа, мысалы, былай болады, мысалы, мен не үшін ылғи саған кездескен сайын айтамын, вот Олжан, ты такая женственная, деп ше. Неге айтамын, өйткені сен бөлмеге кіріп келесің ғой,
от тебя веет легкостью. Сен бүйтіп кіресің, и болды мынандай бір легкий бір вайб сезіледі, тоже бөлмеде нет такой строгости, легкости, и сен, Аида, қазір былай істей саламыз, қорықпа, үлгереміз, бүйтеміз, короче, все быстро, и андай өте оңай, жеңіл жасалады да барлығы ше. И вот мен үшін женственность осы. Бірақ ты хорошо подметила, жаңағы өзіңнің сезімдерін тыңдай алу, скорее всего, бұл да женственностьтің бір бөлшегі сияқты. Да. И мәселен, бірақ я думаю, это меняется местами, это тоже нормально, то что иногда мәселен мужественный болуға тура келеді, потому что бір сенің өміріңнің периоды, өміріңнің бір деңгейі болады ғой. Мәселен, маған қазір жұмысқа қарай фокус көп жасау керек болып жатыр да бізде. We are girl boss. И жұмысқа қарай фокус болатын кезде сенде ол жерде воляны қосуың керек, дисциплинаны қосуың керек деген сияқты. Сондықтан да менде қазір сол қасиеттер, качестволар былайша айтқанда прорабатываться етіліп жатыр да. Сондықтан да реально өзінің әрқайсысының бір периоды, өзінің бір деңгейі болады. Алайда, прям баланс қой. Былайша айтқанда соңына қарай келгенде. Күшті. Вот Ұлжанда тағы бір күшті қыры. Ұлжан білмеймін, ашылмаған кітап сияқты ма? Короче, қараңдар, ана женственный, ол бөлмеге кіреді, веет легкостью. Бірақ бір кезде стористарында қарайсың да, ол, короче, джимда өліп тренировка жасап жатады. Еще андай бір пилатес, бір нәрсе емес, андай хардкорный бар ғой, темір терсек көтеріп, кардио жасап деген секілді. И тағы бір нәрсе сұрағым келгені, сенен, мысалы, менің өмірімде спорт вообще ешқашан тұрақты болмаған. Мен типа абонемент қазірдің өзінде, прикинь, мен 3 айға абонемент сатып алдым, и 2 ай күйіп кетті, я плачу до сих пор за 3-й месяц, и мен 2 рет бардым болғанша, и менде ешқашан ол тұрақты болған емес. Вот никак не могу наладить отношения со спортом. Бір тұрақтылыққа жеткен жоқпын, бірақ Ұлжанға қашан қарасаң, ең қызығы қай қалада жүрсе де, қай елде жүрсе де тренировка жасап жүреді, всегда же, как будто біз мысалы обед ішуді ұмытпаймыз или завтрак ішуді ұмытпаймыз, сол секілді спортты да ұмытпайсың да. Вот осы жайлы айтсаң, өйткені мне кажется, көп қыздар проблемасы сияқты спортқа романтизациямен қарап барып аламыз да, бірақ сосын ары қарай типа забрасываем. Қалай тұрақты арасың спортқа? Так, негізі мынандай шаблон қоюда шығар. Мәселен, біз бір нәрсеге қарай тоже пайымдаймыз ғой. Би бұл қорқынышты, не болмаса билей алмаймын деген сияқты. Біз оған тең деп қойып тастаймыз ғой. Сондықтан да спорт тең қиын деген нәрсе адамның миында тұрады ғой жалпы. Сондықтан да бұл жерде тоже сен басында өзің айтқандай қарым-қатынасты өзгерту керек шығар. Спортқа қарайсың қарым-қатынасты. Мәселен, спортқа мен просто өзім өте қатты бір қиын депрессия кезінде келдім ғой. И это то, что меня спасло тогда. Өте қатты көмектескен себебі біріншіден спортпен айналысқан адамның ол жаңа денсаулық күшті болады дегеннен қарағанда, мәселен, адамның оказывается физическая энергиясы болады екен. Физическая энергия деп отырғанымыз, неге біз бір кездер түнде ұйықтай алмаймыз, неге бір кездер бізге күшті бір идеялар келмейді, яғни адам андай болады ғой, бір тревожный состояниеде жүру, кстати, тоже. Себебі адамның денесінде физикалық энергия өте қатты жиналып қалады. И то есть тогда нужно это все вытащить, он барлығын шарп тастау керек қой. Бір күндік норма болады ғой өзі мәселен. Сондықтан да оны сіз мәселен жүгірумен шығарған кезде все, то есть түнге қарай мәселен мен өте прям жақсы ұйықтаймын да, когда я занимаюсь спортом. Ал енді сол нәрсені мен бірінші алатын шығармын. Екіншіден оған былай қарау керек шығар. Адамның денесінде де блоктар көп болады ғой негізінде жалпы былай адамға қарай былай байқап қарасаңыз, у кого-то там үстіңгі жағы қатты қимылдамайды да, біреулердің аяқтарында блок болып тұрады, не болмаса жаңағыдай ягодица дейді ғой, сол жағында көрініп тұрады. Сондықтан да спорт ол бірден бір нәрсе, адамның блоктары сниматься етілетін. То есть мәселен зажим болмау керек қой жалпы денеде, ал зажим болмаса мына жақтан энергия да жақсы пропускается, а значит сіздің өміріңіздің эффективности да күштірек болады. Сонда мен мүмкін солай қарайтын шығармын, более смысл жағымен. То есть не на фигуру, скорее всего, а на то, чтобы от этого мне становится легче, тревожность барлығы кетеді, сосын дофамин қатты көбейеді. А ол гормонды сіз мәселен басқа мәселен алуыңыз мүмкін да, а это долгосрочный дофамин. Сонда значит сіз бақытты болып бастайсыз. Солай қараймын. Классно, я. Бұны сен сырт келбетіңе емес, больше энергияңа қарай бұрасың да тоже. Классно, я. Маған спорт жайлы мынандай кеңес айтқан еді, Азамат Скақовпен жұмыс жасаймын қазір, Азаматымыз айтады да, сен бұны шексіз ойын деп қара дейді да. То есть как будто сен аптасына 3 рет спортқа баруым керек емес, қазір бүгін барсам ғана болды, и
2 ай спортқа барып қоямын или арықтағанға дейін спортқа барамын емес, бүкіл өмірім 80 жыл өмір сүресің бе, 80 жыл бойы ана как будто бір endless game дейді ғой, қайта бітпейтін ойын ретінде қара, и спортты тастаймын деген ойды вообще басынан алып тастады деп, это невозможно спортты алып тастау деп ше. Ол кісі прикинь 8 рет барады аптасына спортқа. Типа я уже запуталась, но 3 рет жимға барады, 3 рет көкпарға барады, 3 рет тағы бір нәрсе деген секілді, короче 8 рет барады аптасына спортқа. Қаттан қаламын ол кісіге. И вот сол endless game деген пока маған көмектескен жоқ, но біздің көрермендеріміздің хотя бы біреуіне көмектессе күшті болады. Я шексіз ойын ретінде қарау деген тоже бір өте күшті методика бар. Классно. Жаңа депрессия туралы айтып кеттік қой, в целом қазір қыс көктем келе жатыр, и әсіресе болады ғой, көктем мысалы резко күн жылынып кеткен кезде бізде андай бір lazy girl эра басталатын сияқты, ештеңе істегің келмейді, в целом білмеймін, ештеңеге желаниең болмайды деген секілді, қыстың спячкасынан шыға алмайсың, ұйықтап жата бергің келеді ары қарай деген секілді. Вот осындай бір, бұны енді депрессия деп атауға болмайтын шығар, бірақ бәрібір андай энергияң аз, сондай бір депрессивный состояниеда болған кезде өзің қалай шығасың ол состояниедан спорттан басқа, и в целом қыздарға не кеңес бересің? Негізінде депрессия деген сөз Джим Керри айтады ғой, depressed. То есть depressed деген пресс қой, то есть получается пресс басу, ағылшын тілінен аударған кезде ол басу. Сондықтан да адам өзінің ішкі сезімдерін қатты басып тастаған кезде болады екен. Капец. Сонда мен сенің жаңағы айтып жатқан нәрсем сол ғой, женственность деген не? Ол сенің өзіңнің ішкі сезіміңді, ішкі ойыңды тыңдау. Сонда сен өзіңді сатпайсың ғой. Ал депрессия қайдан болады? Сен когда уже өз-өзіңді сатып болды ғой, уже маска кеуден шаршайсың ғой. Сонда оның барлығы сенің ішкі сезімдерінің барлығы ішіңде жиналып қалады да, болды, саған ештеңе жасағың келмейді, тәніңді қимылдатайын десең де уже шамаң жоқ та. Сонда депрессия деген нәрсе сол. Не болмаса екіншісі менің жағдайымда ол қатты бір нәрсені күтіп, не болмаса разочарование болады ғой, былайша айтқанда қатты көңілің қалған кезде болады. Бір адамға жаңағыдай қатты осындай деп сеніп, ондай болмай қалған кезде, яғни сенің ішкі ойың мен реальность екеуі совпадать етпейді, екеуі екі түрлі болған кезде болады. Білмеймін, шүкір қазір, бірақ депрессия деген нәрсе менде шүкір жоқ. Себебі адамның негізі бақытсыз болуының барлығы ойдан ғой жалпы, и сенің оған деген реакцияңнан, responsibility'ңнан, значит. Кез келген ситуацияға сенде өміріңде келген кезде, әрине қайғылы оқиғаларды айтпай-ақ қояйыншы, бірақ жалпы келген кезде сенің мықтылығың сол ситуацияға сен қалай жауап бересің. Ты можешь депрессовать из-за этого, то, что өмір осындай қиын дей аласың, не болмаса, можешь немножко поплакать, и одан кейін бір срок өзіңе беріп, ары қарай уже дальше двигаться. Потому что, в конце концов, тек сенің өзіңе ғана қиын да, былайша айтқанда. Сен өзіңе ғана керексің. Иә, сен өзіңе ғана керексің. Сосын адамда негізінде андай ғой, өмір дегенде мен нейтральный деп түсінемін. Нейтральный, мәселен, ақбілекте оқыған кезде білесің ғой, айтады ғой, жаңағыдай су өзінің ағысымен аға береді, өмір онымен тоқтамайды деген сияқты. Сондықтан да өмір сондай нейтральный дүние, біз просто оны өзіміздің андай эмоцияларымызбен күшті аламыз, андай бақытты болып, мына жаман, мына жақсы, мынандай деген сияқты. На самом деле нейтрально, если вас даже не будет, да, через там 2-3 дня, одан кейін адамдар өмір сүре береді ғой. Сондықтан да просто біз өзіміздің реакциямызды өзгертуіміз керек сияқты, и болды деп ойлаймын. Сен өзің қалай ол нәрсемен күресесің, осы жұмыс жасайсың? Менде енді прям оны депрессия деп атауға келмейтін шығар, бірақ сондай бір пошатынный состояние, осылай бір 2 апта бұрын болды. Бізде өте көп запуск болып кетті. Бірден кейін 2, 2-ден кейін 3, одан кейін дальше больше кете берді. Мен бір андай бір шексіз гонкаға кіріп кеттім да, именно жұмыстың өзіме уақытым жоқ, күйеуіме уақытым жоқ, балам, ешкімге уақытым жоқ, мен понимаешь? И просто жұмыстың артынан жүгіріп кеттім. И бір кезде мен просто потолокқа қарап жатырмын да, а не үшін деген сұрақ келеді да маған. Не үшін мен бұны жасап жатырмын? Окей, ақша табамын, бірақ мен ертең өліп қалсам ол ақшаның вообще маған керек жоқ қой. Мен өмірді чисто ақшаның артынан қолау үшін өмір сүргім келмейді ғой деген ой келді. И болды, осы мысльден кейін мен қатты накрыло, мен потолокқа қарап просто жата берем. И менің ең бір жаман жерім, мен как только сондай бір андай бір болады ғой, көңілсіз, бір грустный состояние ұстап аламын, мен любой нәрсені заедать ете беремін.
мен жей беремін тамақ. Еще мен білмеймін, екеуміз де интернатта өстік қой енді, мен барлығын интернаттан көремін деп өйткені бізде интернатта андай енді өзіміз қалаған тамақ жеген жоқпыз ғой. Типа таңертең не жалуюсь, конечно, өте күшті тамақ болды, апайлар ренжіп қалмаңдар. Но бізде таңертең мысалы гречка каша болатын, обедте гречка болатын, кешке гречка с мясом болатын деген сияқты. То есть мы могли эту гречку, мен как гречка жемем, кстати. Эту гречку мы, короче, могли сутками просто есть. И мен содан деп ойлаймын, просто андай бір өте көп именно тамаққа байланысты менде restrictions болған сияқты да, типа жоқ болмайды, мынау жоқ деген секілді. И как будто мен қазір үлкен өмірге қадам бастым, менде оған толығымен ресурс бар, и мен қол жетімді болғаннан кейін ала беретін сияқтымын да. И мен өте көп заедать етемін. И сол үшін мен денсаулығым да, фигурам да барлығы сырада тиеді да. И мен осы колокольчикті байқағаннан кейін мен жаңа психологқа бардым ше, өйткені тамақпен бұндай отношение ол дұрыс емес. Мен ұзақ өмір сүргім келеді, ал бұл менің өмірімді қысқартып жатыр да. И мен сол депрессия состояниясына кірдім. Мен білмеймін, бұны обратно таки депрессия деп атауға бола ма, қазір психологтар ұрсып жүрмесін. Это еще не депрессия деп ше. Но в целом, короче, сондай подавленный состояниеға кірдім. И ол подавленный состояниеда мен ұзақ жүрдім, бір 10 күнде жүрген шығарым. Просто ештеңе істегім келмейді, няням келеді, баламды беремін, ары қарай просто жүремін. Я просто не знаю, что делать ше. Солай жүремін, и как будто маған осы жолы кітаптар көмектесті. Осы семен кездестім, осы кездер, помнишь? И мен прям өте қатты бос уақытым көп қой, не істеймін дедім да. Яндекс книги алып алдым, айпадымды алып алдым да, и оқи бердім. Білмеймін, как будто мне вот это сильно помогло. И мен соңғы оқыған кітабым, сенің өткенде айтқан кітабыңнан басқа, мен «Женщины моего дома» деген кітап оқыдым. Прям классный. Қазақша, қазір 21 ғасыр қазақ жазушысы Унзила, қателеспесем атын, айтсам кешірім сұраймын, сол кісі жазған. Прям өте қатты ұнады маған. Бұл әртүрлі әйел тағдыры туралы жинақталған рассказ ғой. Яғни әр әйелдің тағдырын, қарам, у меня мурашки по коже. Әр әйелдің тағдырын оқисың да, и ойлайсың, мен проблемама шүкір Құдайым деп ше, өйткені андай өмірде енді білмеймін, ондай қиын проблемалардың болуы прям әртүрлі ғой. Мысалы, бір ана болады, 20 жыл бойы жаңағыдай ақыл есі дұрыс емес баласымен бірге өмір сүреді, и одан кейін ол баласынан бір несі ұстайды, жаңағыдай, типа көктем кезінде ма, ұмытып қалдым ше, дәрісін ішпеймін солай, и мамасын ұрады деген секілді. То есть сондай, и потом баласын жаңағыдай арнайы бір орталыққа өткізеді, сол орталықта баласының қалай сағынғанын деген секілді. Вот каждый историяны оқимын, жылай берем. И содан кейін параллельно мен еще там өзімнің де энергиямды қалыпқа келтірумен жұмыс жасадым ғой. Сосын салонға бардым да, педикюрге бардым. Аяғымды күштілеп массаж жасады да, мен кітап оқып жылап отырмын да, ана жерде ше. И маған мастер қайта сұрайды да, вам больно? Нет, мне не больно, у меня душа болит деші. Сосын айтамын, это книга такая деп, кофейняға барамын, жылаймын. Адамдардың бәрі не болды дейді, тасын айтып, ештеңе болған жоқ, книга такая деп ше. В общем, қыздардың барлығына кеңес беремін. Мені осы кітап алып шыққан сияқты, сол бір депрессивный состояниеден. Мен анау историяларды оқыдым да, менің проблемама Құдай шүкір дедім ше. Өйткені андай ғой, біз өзімізді құнсыздандыруға бір бейім адамбыз ғой. Мен мысалы осылай жасап жатырмын деудің орнына, блин, у меня ничего не получается, мен ештеңеге тұрмаймын деген секілді, сондай бір құнсыздандыруға бейім болып кеткен сияқты болдым да. Вот осы кітап мені алып шықты. Осы жолғы сондай бір депрессивный состояниемнен. Одан кейін бағана айтып жатқан Ұлжанның маған кеңес берген кітабы, ол өзбек әлі Мәдени майдан. Өзбек әлі Жәнібек Мәдени майдан деген кітап күшті. Прям оқып болдым. Маған өте қатты әсер етті. Сторисіне берген кезде бір нәрседе жаздың ғой, қазақтың бір нәрсесі деп жазып, все, она, значит, прочла до конца дедім ғой. Анау, білесіздер ма, негізі Ұлжан екеуміз бағана айтқандай бір интернатта оқыдық, біз интернатта қазақ тілі әдебиетін тереңдетіп оқытқанбыз. Білмеймін саған қалай екен, бірақ маған интернат сондай бір қазақилықтың сақтап қалу, қазақилықты дамыту, елге қызмет ету деген сондай бір құндылықтарды салып берген орта болды, рухани көбірек. Мен жаңа кітапты оқып отырып, прям дәл сол интернаттағы эрам көз алдыма келді ғой. Мен қатты біздің қазақ тілі әдебиеттен берген Жанар апай бар ғой, соның маған айтқан сөзі қатты есімде. Мен универде бір кездері бірінші екінші курста Америкаға барып, чисто ағылшынша сөйлеп, сөйтіп кішкене қазақылықтан алыстап кеттім ғой. Сол кездері бір кездескен кезде Жанар апай маған айтқан болатын, Аида, күшті, сен шетел көріп жатсың, тіл оқып жатсың, соның барлығы, бірақ сен қазаққа қызмет ету керексің, сен осыны ұмытпа дейді да. Өйткені сен мектепте, обратно сен мектепте қандай едің, өйткені мен мектепте андай болады ғой, бір ярый фанат болатын, барлығы қазақша сөйлеу керек, барлығы деген секілді. И осы ойды маған қатты салып берді Жанар апай қайтадан сол кезде. Рахмет Жанар апайға сол үшін. Сен қазаққа қызмет ету керексің деп мені қайтадан өзімнің бір арнама салып берді. И содан бастап менде сол ой, қанша шетел
көрсем де, қанша басқа жаққа барсам да, менде бәрібір сол құндылық тұрады да, қазақ деген құндылық. Жаңа кітапты оқығаннан кейін менде бұл құндылық бір 100 есе көтерілген сияқты болды. Неге? Өйткені шынымен біз сияқты адамдар халыққа бұл бір пафосты әңгіме емес, халыққа қызмет етпесе, кім біздің халықты ойлайды? Бізден басқа ешкім ойламайды. Біз өз-өзімізді ойламасақ, өйткені мысалы Америкада қанша болдық, маған ол жақтың дамып кеткендігі өте қатты ұнайды, олардың сондай бір әлемге ашық екендері ұнайды, бірақ олардың мәдениеттері маған қатты ұнамайды. Неге? Өйткені үлкендердің арасында қатты сыйластық жоқ оларда, жаңағыдай бір ата, әже, немере деген секілді бір сондай бір байланыс жоқ оларда деген секілді ше. Бір қазақта тектілік деген күшті ұғым бар ғой, сол тектілік сақталмаған сияқты ма, қатты бір сөз бостандығы, іс бостандығы болғаннан кейін де өте көп жақсы да жаман да нәрселер сол жақтан шығып жатыр деп ойлаймын да. Ал бізде қанша қазіргі жастар оны қабылдағысы келмесе де, бізде қалыптасқан мәдениет бар, бізде қалыптасқан салт бар, бізде кейбір жерде қалыптасқан ұяңдық бар, және кейбір жерде қалыптасқан батылдық бар да. Осы бір екі сезім бір-бірімен балансқа келген кезде өте күшті бір сондай текті халық екендігімізді қайта еске түсіретін сияқты болып көрінеді маған. Жаңағы Өзбек әлі мәдени майдан деген кітапты оқыған кезде де мен қатты шабыттандым. Мен халыққа, қазаққа қызмет ететін адаммын ғой, мен осы қызметімді ары қарай жалғастыруым керек деп. Екінші мен шабыттандырған нәрсе, біздің баламыздың аты Ыбырай ғой. Ана кітапты оқып тағы бір рет жыладым деп. Неге? Өйткені былай екен ғой, Ыбырай Алтынсарин, біз негізі Ыбырайдың атын, сол Ыбырай Алтынсариннің атына Ыбырай деп қойдық. Неге? Өйткені Ыбырай Алтынсарин 17 жасында қателеспесем мектеп ашып тастаған. Біз 17 жасымызда мектеп енді бітірейін деп жатырмыз, а олар халыққа қандай үлкен қызмет еткен, И Ыбырай Алтынсариннің шәкірті, атын қалмаушы. Ыбырай Алтынсариннің шәкірті Ильяс қой деймін. Ильяс, қателеспесем, Өзбекәлі Жанбековтың ұстазы екен да. И былай цепочка ғой. Атын ұмытып тұрмыз негізінде. Ильяс болмауы да мүмкін, басқа біреу атын ұмытып тұрмын. Сонда былай ғой, Ыбырай Өзбекәлінің ұстазы и Өзбекәлі. Өзбекәлі мырза өзі қаншама халыққа мәдениетті жаңартуға қызмет еткен, ол да получается Ыбырай Алтынсариннің шәкірті болып тұрды. И мен бір Ыбырай Алтынсарин біздің қазақта маркетингі жетіспей қалған тұлға деп есептеймін. Өйткені мысалы біз Абайды, Мұхтар Әуезовті қаншама оқимыз, олардың өлеңдерін болсын, олардың прозасын болсын, поэзиясын болсын, барлығын оқимыз. Бірақ именно Ыбырай Алтынсарин келген кезде біз кел балалар оқулықты ғана білеміз да. Бір сондай бір маркетингі жетіспей қалған тұлға сияқты өкінішке орай. Сол Ыбырай Алтынсарин ұмытылмасын деп, өйткені біздің қазіргі міне 20-30 жастағы ұрпақ уже ұмытып бара жатыр да Ыбырай Алтынсаринді өкінішке орай. Ал біздің балаларымыздың ұрпағы мүлдем Ыбырайдың кім екендігін танымайтын болады. Сол үшін біз ол ұмытылмасын деп Ыбырайды да баламыздың Ыбырай Алтынсарин секілді болсын деп, және білім жолында болған қалаймыз, әрине өзі таңдайды бұйырса. Солай ырымдап қойған еді да, және Ыбырай Алтынсариннің оқушылары сол кезде КСРО кезінде қазақтың мәдениетін сақтап жатқанын көріп, мен қатты бір андай сезімге берілдім ше, өйткені осындай күшті тұлғалар болған екен ғой деп. Ал бізге қазір оңай ғой, біз тәуелсіздік кезеңде өмір сүрген ұрпақпыз, тәуелсіздік кезінде дүниеге келдік, бізді ешқандай қыспаққа алған жоқ. Біз қай тілде сөйлейміз десек те сөйлейміз, біз қай елге барамыз десек те барамыз, олардікі сияқты бізде цензура болған жоқ, ештеңеде ондай болған жоқ. Біз өте қатты бақытты ұрпақпыз ғой негізі. Бірақ адамда мәселен қолың қатты жетпегеннен кейін де болады ғой, жаңағыдай тырмысып жетпегеннен кейін де біз мүмкін бағаламайтын шығармыз. Но жалпы ол жердегі жаңағы басты айтатын тақырып, мәселен рол модел бар ғой ағылшын тілінде, ролевая модель бізде қазір өте аз ғой. Адамдарға қарап, мәселен, мен осындай болғым келеді дейтін адам өте аз. Сондықтан да Санжар Керімбайды солай түсіндіргісі келген сияқты. То есть это вот ролевая модель, осылай не болмаса біздің тіпті Ыбырайларды, Міржақып Дулатовтың, мәселен, Оян қазақтарды айтқан кезде де біз әдебиеттен дұрыс оқи алмайтын едік қой, түсінбейтінбіз ғой. Жаттап алатынбыз ғой, просто и все. И, кстати, осы жерде Оян қазақтың фильмін толығымен көріп шықсаңыздар болады. Дарындықтар түсірді емес пе оны, Дарындықтар, да? Или ол не деді ма? Жазды ма екен сценарийін? Жоқ, мне кажется, режиссер Дарындық ағай болды. Мәссаған, күшті. Сонда күшті режиссер шыққанбыз. Мәселен, Дарынның бізге ең берген нәрсесі де сол болған шығар. Адамның себебі рухани ол бай болған сайын, қазақ тілі мен әдебиетке мен филологияда оқыған кезде сол нәрсені айтты да. Адамның рухани дүниесі өте қатты бай болады. Значит, адамның рухани бай болса, ол кез келген өміріндегі болып жатқан қиындықтардан, ол қиын болса да одан шығады. Себебі ол рухани азық алады содан. Яғни ішінде бір сарайы бар деп айтады ғой. Сондықтан да қазақ тілі мен әдебиетті оқығанның бір пайдасы сол шығар, және де сол бағытта оқығанның да. Былай айтсақ,
қазір бізді көріп жатқан қыздарға, мүмкін сіңлілеріміз, мүмкін әпкелеріміз көріп жатыр. Мен де қатты қолдаймын қазақ әдебиетін оқу керек дегенді. Өйткені біз қанша әлем әдебиетін оқиық, еуропалық психологияны оқиық, бірақ біздің өзегіміз басқа да. Еуропалық психология, америкалық психологияның өте көп жері бізге сәйкес келмейді. Біз өзегімізден ешқалай алыстап үзіліп кете алмаймыз да. Өйткені бұл біздің бір бөлігіміз, иә. Сондықтан қыздарға қандай бір 2-3 кітап кеңес бересің? Қыздар осы кітапты қазақ тілді, қазақ әдебиетіне міндетті түрде оқу керек, бұл сендерге қатты көмектеседі деген. Мен қазір бірінші кітап жаңағы Өзбек әлі мәдени майдан қалдырайық. Негізінде Санжар Керімбайдың сол 2 кітабы, біріншісі сол Өзбек әлі Жәнібек, екіншісі тағы да Санжар отбасы хрестоматиясы. Қаныш Сәтбаевтың кітабы ғылыми майдан деп аталады осы кітапты. Одан кейін үшіншіден наверное, это енді ол бірақ әлем әдебиетінен болады. Атланта расправил плечи деген кітап. Ол жерде енді адамның, оны, кстати, Америкада өте қатты атақты болған, алайда оны жазған кісі орыс болған, қателеспесем. Айн Рэндтің Атланта расправил плечи деген. Және де ол кітап Илон Масктың өзіне қатты шабыт берген кітап екен. Ол жерде адамның ішкі тәуелсіздігін айтады. Ішкі тәуелсіздігін, яғни қандай да қиын ситуация болмасын, адамның өзін өзі алып шығу және де оған реакциясын былайша айтқанда өте көп, яғни 3 томдық па сондай. Мен осы кітапты ұсынар едім. Бірақ менің өмірімді, негізі менің өзегімді қатты бір басқа бір бағытқа ауыстырған ол негізі отбасы хрестоматиясының, Санжар ағамыздың кітабы, Өзбек әлі Жәнібектің. Себебі мүмкін сол өзім қазақ болғандықтан шығар, яғни ол нәрсені барлығын түсінгеннен шығар. Ал бұрын әлем әдебиетінде көп оқитынмын, алайда ондай бір әсер қалдырмапты негізінде. Содан шығар. Күшті, рахмет Ұлжан. Күшті әңгіме өрбіттік деп ойлаймын. Біз жан сіңістен бастадық, соңында халыққа қызмет ету керек деген нотамен аяқтап жатырмыз. Расында қазір бізді көбінесе қыздар аудиториясы қарап отқан шығар. Қыздар, біздің қолымызда өте көп нәрсе бар. Ер адамдар мықты, ер адамдар көшті бастайды деп айтамыз. Бастаса бастай берсін деп па? Ол ер адамдар тәрбиелейтін біз ғой деп па? Ұл өсіретін, ана болатын ол біз. Сондықтан біз бесігімізді қалай тербетсек, біздің елімізде солай қарай өзгермек. Сол үшін өзімізді, айналамыздағы адамдарды ұмытпайық, бағалап жүрейік деген келеді. Саған Ұлжан өте көп рахмет бүгін уақыт бөліп келгеніңе. Сөз соңында қорытынды ретінде не айтасың оқырмандарға? Аидаға рахмет. Шынымен де қазір әңгімеміздің өзі өте қатты жақсы өрбіп, соңына дейін былай жеткізді. Бірақ айтылмай қалған тақырыптар да көп болды. Бірақ екінші бөлім күтіледі. Должна будет посмотреть реакции. Айта кететін бір нәрсе. Негізінде жалпы өз-өздеріңізге өте қатты бір мейірімді болсаңыздар. Себебі Kill him with kindness дейді ғой, Селена Гомес, тәтеміз. Сондықтан да өздеріңізге қарай өте қатты бір мейірімді болуға. Себебі адамның миы ол жақсы нәрсені көруге арналмаған екен. Ол тек қана на выживание. То есть нам нужно закончить дела, и одан кейін ол обесценивать етуге өте қатты дайын тұрады. Бұл біздің жауапкершілігіміз, жақсы нәрсені байқау, жақсы нәрсені көру, өзімізден де, адамдардан да, өміріңізде болып жатқан нәрседен де. Себебі мозықтың ол орган, сондықтан да ол жақсы нәрсені көруге тіпті тырыспайды. Сондықтан да өз-өздеріңізге мейірімді болыңыздар, қоршаған ортаға, адамдарды мүмкін түсінуге тырысқандарыңыз. Және де әйел мен жаңағы еркектің де біз несін айттық қой, қалай женственный болуға болады деген сияқты. Сондықтан да сосын өмірде ешқандай да күрес болмайды, не жігітпен, не өзіңіздің ата-анаңызбен, егер де травмада жүрсеңіз. Тек қана ол күрестің барлығы өзіңіздің ішіңіздегі образдармен болып жатқан күрес негізінде. Оның барлығын келесісінде Аида өз тағы ашып айтады, я в этом уверена. Сондықтан да сау болыңыздар, рахмет, Girls Talk қосылу болсын. Біздің видео ұнаса міндетті түрде төменге лайк және бүгінгі видеодан алған инсайттарыңызды пікір қылып жазып кеттіңіздер. Өте құнды, не түсінгендеріңіз бұл видеодан біз үшін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Всем пока. Классно! Рахмет екен. Молодец. Мәссаған. Күшті әңгіме шыққан сияқты, прям я не ожидала, что прям осылай болады.